Сәлем балақайлар. Менің каналымнан бүгін тағы да өте керемет ертегі тыңдайтын боласыңдар. Бүгінгі тыңдайтын ертегілеріңіз аңқаулықтың кесірі. Екі қонжық бір кесек ірімшік тауып алыпты. Олар бұл ірімшікті бөлісе алмай дауласып дал болыпты. Қанша сындырса да ірімшік тең бөлінбеген секілді болып көрінеді. Маған беріңдер, мен бөліп берейін дейді, мұны сырттай бақылап тұрған қу түлкі. Сөйтеді де ол ірімшіктің бір кесегін қолына алып, екіге қақ бөледі. Біреу үлкен деп айқайласады қонжықтар. Түлкі оларды қазір теңестіремін, балақайлар деп тыныштандырады. Ол үлкенірек көрініп тұрған ірімшік кесек бір шетін сындырып алып, аузына салып жібереді. Енді ірімшіктің келесі бөлігі үлкен көрінеді. Қонжықтар наразылық білдіріп, тағы да әлі де тең емес деп шуласа жөнеледі. Түлкі еш саспайды. Үлкен дегеннің тағы сындырып алып, қарбытып жібереді. Сындырылған ірімшік кесектерінің кезек-кезек жеп отырып, түлкі тойып алады. Әу баста шынында да үлкен ірімшіктен тұра бара кіп-кішкентай кесектер ғана қалады. Кішкентай болса да тең дейді түлкі қарқылдай күліп. Астарың дәмді болсын. Ол солай дейді де жорта жөнеледі. Қонжықтар соңынан ауыздарын ашып қарап қалады. Аңқаулықтың әр кезде де осылай кесірі тиеді. Балалар, егер ертегі ұнаса, міндетті түрде лайкты аямаймыз.